1986 жыл 16 желтоқсанда Мәскеудің тағайындауымен Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бас хатшылығына осыған дейін қазақ даласына аяқ басып көрмеген Геннадий Колбиннің сайлануы шовинизмнің қазақ халқын кезекті табанға таптау еді. Бірақ қазақ енді шыдамады. Қазақстанның басшылығына бұрын соңды қазақ жеріне аяқ басып көрмеген, жергілікті ұлттың тыныс тіршілігінен мүлдем бейхабар өзге ұлт өкілі сайланғаны қалай? Өз елін басқаруға жергілікті ұлт баласынан бірде-бір адамның лайық табылмағаны ма? Не үшін? Көкейді тілгілеген осы сұрақтармен 1986 жылдың 17 желтоқсанында Алматының бас алаңына қарай ағылған қазақ жастарының ойында үкіметке қарсы көтеріліс жасау атымен болған жоқ. Әр республиканы өз көсемі басқарсын, ешбір ұлтқа артықшылық берілмесін деген ұрандар ғана көтерген олар, қарусыз, қамсыз күйде өктемшіл билікке наразылықтарын бейбіт түрде жария етті. Бірақ менмен билік қол астындағы бұратана ұлттың өзіне қарсы пікір айтып, бас көтере қалғанына жыландай жиырылды. Алматыға республиканың басқа қалаларынан арнайы бөлімдер, және Ташкент, Фрунзе, Челябин, Новосібір, Свердловск, Тбилиси, Уфа қалаларынан әскери күштер жеткізілді. Ұлт намысын жоқтап, көкейдегісін билікке ашық айтқан үшін ғана темір таяқтарға жығылып, сапер күректерінен өлімші жараланған, шаштан сүйреліп, іштен тепкіленген, қақаған аязда тастай суық сумен атқыланып, өрт сөндіргіш көліктердің табан жолында тапталған, улы газға тұншықтырылып, итке таланған, аяусыздықпен арыз орланған қазақ қыздары мен намысы қорланған қазақ жігіттері оқиғадан соң жаппай қудалануға түсті. Бүкіл одақтық орталық теледидар 18-19 желтоқсанда қазақ жастарын ұлтшыл, бұзақы, маскүнем, нашақор деп айыптап, газет басылымдары да осын айтып, өдере шулап жатты. Желтоқсан қозғалысына орай жалпы 8500-дей адам ұсталып, 99-ы түрлі мерзімге сотталды. Жүздеген адам әкімшілік тәртіпте жазаланды. 300-ден аса жас жоғарғы оқу орындарынан, 319 адам жұмыстан, 52 адам партия, 758 адам бүкіл одақтық Ленин комсомолы жастары қатарынан шығарылды. Төлқұжаттарына бүлікші таңбасы басылған олар енді бұлай қара жұмыстан басқаға алынбайтын болып, ата-анасы, туған туысымен қоса қуғын сүргінге тап болды. Оқиға құрбандары жайлы ақпараттар жым-жылас жойылып, қайрат сынды қайран жас жаланың жолында мерт болды. Шерушілерді кінәлау мен жазалауда белсенділік танытқандар билік тарапынан жасырын марапат алып жатты. Кеңестер үкіметіне қарсы бұрын соңды құлақ естіп көз көрмеген үлкен көлемдегі бұл демократиялық көтерілістің шындығынан, республиканың нағыз саяси ахуалынан жалпақ әлем бейхабар жатты. Елімізде ол оқиға жайлы айтуға, жазуға тыйым салынды. Қазақстандағы сол қаралы 3 күнге тікелей күнәһар билік басындағылар оқиғаға орай тек жалған мағлұматтар берді. Геннадий Васильевич, были ли жертвы? Не было. Кроме того, что опубликовано, никаких жертв не было. Онысы үшін ешкімнен ықпады, ұялмады.
Желтоқсан-бірде ел тосқан түрде келетін мүлде жайдарлы сол жылы бірақ әдеттен жырақ көрінді шылық айбарлы тоңдырды мені тоңдырды сені желтоқсан желі ызғарлы солдырды гүлді оңдырды нұрды көңілде мұңды із қалды аңырап бүкін өріске бөтен ауысты тоңдырды мені тоңдырды сені желтоқсан желі ызғарлы солдырды гүлді оңдырды нұрды көңілде мұңды сілкін егілме азат күн туы қазақтың туы қанатын жайды көгінде желтоқсан желі дәуірдің демі ағайын шашқан таңғы үміт халықтың мұңы тарихтың үні желтоқсан желі жаңғырық халықтың мұңы тарихтың үні желтоқсан желі жаңғырық бабалар өлер балалар келер аналар берер тіршілік гүлденер дала түрленер қала бұдаққа жаңа бір шыға тоңдырды мені тоңдырды сені желтоқсан желі ызғарлы солдырды гүлді оңдырды нұрды көңілде мұңды желтоқсан желі желтоқсан желі желтоқсан желі ызғарлы